осы YouTube'ге тіркеліңіздер, бөлісіңіздер, міндетті түрде бірнеше мәрте комментарий жазып, лайк басып, бөлісіп, таратып отырыңыздар. Тасмағамбетов сөйлепті, оған не дейсіз дейді. Тасмағамбетовті әлде қандай қылмай-ақ қойыңдар. Тасмағамбетовті сендер бір өлген қазақ деп бет сипап қойсаңдар болды. Ол өлген қазақ, ол шіріген жұмыртқа. Ол базары тарағанын, халықтың алдында беті төгіліп, абырой айрандай төгіліп, беделінен жұрнақта қалмағанын біліп отыр. Оның сенген құдайы Путин. Сенген құдайы Путин. Путин оны кез келген уақытта өліп бара жатқан кезде қазақты соғысқа айдап салу үшін оны қолында көзір ретінде, карта ретінде ұстап отыр. Тоқаев сөз тыңдамаса, орныңа сол Ивангалиді қоямын деп Тоқаевты үркітіп отыр. О, Тоқаев онсыз да Путинге адал құл. Бар болғаны Ивангали Тоқаевтан да адал. Қысқасы Тоқаев пен Ивангали Путиннің күндес тоқалдары сияқты ғой. Қайсың маған адалсың дегенде Ивангали зарлайды, мен адалмын, мен сізді түсімде де көремін. Мен тіпті туалетте отырғанда да сіздің атыңызды айтып дұға оқып отырамын дейді ғой. Ал мына жақтан бет аузын бояп алып, мынау шығады. Сіз сұрасаңыз менің бермейтін нәрсем жоқ. Мен сізге адалмын дейді мынау. Екеуі де Путиннің иті. Енді ол аяқ астынан нағашыларынан жұққан шешендігіне барсып, қазақтың қара сөзінің қаймағын іліп, сөз маржанын теріп, ескінің мақалшы билер құсап, мақалист болып, ары-бері сөйлеген сіпті. Өзінше елі үшін еңіреп, халқы үшін қан жұтып жүрген бір қасқа боп көрінген түр екен. Ол сәбет сасыған коммунист, сәбет сасыған комсомол. Ол өзі айтқандай Назарбаевтың продуктысы. Ол сол Путиннің қазір үрдесе үретін иті. Яғни Путиннің қолындағы басы байлы, кесік құлақты, шын жырлы төбеті болып отыр. Оны шіріген жұмыртқа деп ойласаңдар болды. Оны бір саяси тұлға деп ойламай-ақ қойыңдар. Яғни сәбет сасыған бұндай сасық коммунистерден бір жақсылық күтпеңдерші. Сәбет өткен, сәбет тәрбиесін көрген, Назарбаевтың командасы болған, Тоқаевтың командасы болған, тәуелсіздіктің 30 жылын қор қылып, қазақтың қолынан ұрлап алған, қазақтың 30 жыл өмірін ұрлаған осы бандит, қарақшы, сәбеттік коммунистерден үміт күткендерің бейне шайтан тәубесіне кеп намаз оқима деп үміт күткен ақмақтықпен бірдей. Назарбаевтың командасынан, Тоқаевтың командасынан, сәбет сасыған осы сүмелек коммунистерден, осы бандит қарақшылардан, қазақтың қанын теспей сорған осылардың сұлу сөзіне, әдемі сөзіне, мақалдап, сөз маржанын теріп сөйлеген пысық сөзіне, сылқым сөзіне алданбаңдар. Ақмақ болмаңдар. Бұл лағнетлер, бұлар күліп тұрып жандарыңды жалмайды. Күліп тұрып сендерді көрге сүйрейді. Олардың 30 жыл бойы сендердің қандарыңды теспей сорған аз ба? Сондықтан Ивангалидің сөзіне алданбаңдар қазақтар. Илон Маск туралы сұрақ қойыпсыз. Қайта қойшы, сұрағыңды оқып үлгермедім. Илон Масктың қазір SpaceX-ның жарнасы көтеріліп тұр. Елдер оның Tesla көлігіне анау мынау деп Еуропа тиым салам деп қиқым-биқым дегенмен, оның Теслада оның пайызы өте аз. 10 неше ғана пайызы бар ол. Tesla-дан Илон Масктың мұртын балта шаппайды. Және бірі, ол бәрібір SpaceX бар, басқа компаниясы бар, ақшаны күреп тауып отыр. Ол бәрібір дүние жүзінде бірінші миллиардер. Ол бәрібір Америкада демократтардың былықшылығын ашып, Америкадағы коррупцияменен былықты, мемлекеттің әбден шексіз батқан коррупциясын, бюрократиясын тас-талқан қылып жатқан адам. Оның қолында 6 үлкен талантты жігіт бар. Ең үлкені 25-те, ең кішкенесі 17-18 ба, 19-да. 100 жылда ең мықты деген бухгалтер кәсіпкер анықтай алмайтын былықшылықтың бәрін жасанды ақыл арқылы анықтап, тас-талқан шығарып, бүкіл Америкада жабатын саланы жапқызып, бүкіл ана демократтардың 350 жасқа келген пенсионерге ақша төлеп отырмыз деп, мемлекеттің ақшасын қалтаға басып отырған былығының бәрін ашып жатыр. Илон Маск туралы анау мынау деп, мына орыстардың, сосын мына солшыл глобалистердің айтқан сөзіне сенбей-ақ қойыңдар. Жігіт болсаң Илон Масктей бол. Жігіт болсаң Илон Масктей бол.
Twitter'дың жарнасы қайтадан бұрынғы қалпына келді. Ол Илон Маск келді Twitter'ге. Ол 44 миллиард долларға сатып алды Twitter'ді. Ол бұрын солшыл глобалистердің қолындағы Twitter еді. Илон Масктың қолына келді. 80% жұмысшыны шығара салды. 20% жұмысшысы қалды. Қазір сонысымен Twitter'ды зыр айналдырып жүргізіп отыр. Зыр айналдырып жүргізіп. Илон Масктың енді біраз мынау психологиялық аурулар бар. Ондай ауру кез келген менмен деген адамдарда болады. Оның бақытсыз балалық шағы бар, әкесінен көрген қорлығы бар. Бала күнінде әкесінің оны әбден неше түрлі қыспақ қалған қорлағаны бар. Сосын әке шешесі ажырасады, мәйе мәсік кетеді. Оның әкесі де мықты болған адам, жаңа ұшағы болған, оның нағашы атасы да мықты болған. Негізі ол нағашысына тартқан жігіт оның. Оның нағашысы мықты болған. Кейін Канада ойбай, Канада жаман болып кетті, ашық-шашық болып кетті деп дәстүрлі христиандық бағыт ұстанамыз деп оңтүстік Африкаға барады. Содан жаңағы Илон Масктың шешесі мен әкесі сол арада табысады. Соны Илон Маск туады, бір інісі бар, бір қарындасы бар. Бұлар бәрі супер талант болды. Нағашылар ұшақ жүргізген, әкесі ұшақ жүргізген. Сіздер велосипед міне алмай ескі Жигулиге мініп сөйтіп жүрген заманда жұрттың нағашы атасы ұшақ айдап, әкесі ұшақ айдап жүрген анау 60-70-50 жылдарда. Олардың деңгейі бізге ұқсамайды. Илон Масктың бала күнінде программа жасап, оны бәлен миллионға сатып жүрген адам, ол енді ол мектеп оқып жүргенде бір программаны $500 сатады. Кейін студент кезінде миллиондап ақша таба бастайды. Өткенде Байденнің кезінде Boeing компаниясы апарып, ана халықаралық ғарыш станциясына тастап қойған, әкелейін десе техникасы жетпей, анау жанармайы ағып кететін ғарыш кемесін ары қарай ұшыра алмай қойған Boeing компаниясының орнын бас. Илон Маск ұшырып анау бір еркек, бір әйел, 2 ғарышкерді алып келді ғой 9 айдан кейін. Теңізге қондырды ғой соны. Ол енді мықты адам. Бірақ оның біраз несі бар, мынау жалғыздық ауырады, өз қатты жалғызсырайды. Кез келген уақытта жалғызсырайтын бір адамдар бар. 100 адамның ішінде отырып жалғызсырап отыратын адамдар бар. Ода біраз сондай жалғызсырау дейтін синдром бар екен. Тағы бірге анау-мынау синдромдар бар екен. Кейін ол әкесін тастап Канадаға келеді, сөйтіп Канада шешесінің қолына келеді. Канадада оқиды, кейін Америкаға келіп, онда оқиды, докторантура оқимын деп оны тастап кетеді. Соның бизнеске кіріп кетеді. Ол мықты жігіт сөздің шыны керек. Енді оның әкесінің де онша құдай сүйер қылығы жоқ екен. Бір өгей шешесі деп бір әйелді алады, кейін ол әйелді тастап оның қызын алып ала ма? Илон Маск енді әкесінің сол сияқты қылықтарын кешіре алмайды. Жаңағы өте қатаң болған ба, ию сондай көп әңгімесі бар. Оның синдром бар. Мысалы, Ақ үйге барып Трамппен кездескенде үнемі бір баланы ертіп жүреді. Үнемі үлкен халықаралық саяси жиналыстарда мойнына бір баланы мінгізіп алады. Өткенде Трамп тікұшағына мінгеліп жатыр. Ана баланы көрсе де Трамп қайта битеді, битіп сызады, битіп. Ол не? X. Неге X сызады? Илон Маск баласына X деп ат қойып қойды. Ана Twitter'де X деп өзгертті ғой, X деп өзгертті ғой. Баласына X деп ат қойып қойды. Мынау ма сенің балаң X деген дейді Трамп. Иә, X деген дейді. Ол Трампты боқтап тастай ма? Ол баласы тентек екен. Бұл не баласын мойнына мінгізіп, үлкен салмақты жиналыстарда баласын жетелеп жүр. Бұда да синдром